Мен Жапарова Назым Берікболқызы, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы, Қаратал ауылы, Қаратал орта мектеп бақшасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде химия пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын. 2020 жылдың қыркүйек айының 7 мен 18 аралығында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Қызылорда облысы бойынша филиалының педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы Жұбаева Жанар Рзабекқызының басшылығымен Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңарту шеңбері бағдарламалары бойынша химия пәні мұғалімдеріне арналған біліктілікті арттыру курсы қашықтықтан оқыту форматында ұйымдастырылып, осы курсқа күнделікті қатысып отырдым. Шығыс Қазақстан облысының әртүрлі аудандарынан жиналған химия пәні мұғалімдері Zoom платформасының көмегімен онлайн форматта өз тәжірибелерімен бөлісті. Осы курсты оқу барысында мен жаңартылған білім мазмұны бойынша оқу процесіне қажетті құжаттарды құрастыруды және осы құжаттардың мазмұны мен құрылымы туралы толық мағлұмат алдым. Соның ішінде қысқа мерзімді жоспарды жасау шеберлігімен таныстым. Сабақты смарт форматында құрастырып жоспарлауды, яғни оқу стандартына негізделген оқу мақсаты бойынша сабақ мақсатын құрастыруды, осы мақсатқа сәйкес бағалау критерийін жоспарға енгізе отырып, оқушыға жүйелі құрастырылған тапсырма ұсынуды, әр тапсырмаға оқушы жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін дескриппер құрастыруды өз тәжірибеме енгіздім. Сонымен қатар, белсенді оқыту әдістерін тиімді пайдалана отырып, саралау тәсілдерін меңгердім. Курстың барысында біліктілікті арттырып қана қоймай, сонымен қатар қазіргі таңда мектеп оқушыларын қашықтықтан оқыту жағдайында кең қолданыс тауып отырған Zoom платформасының қыр-сырымен таныстым. Zoom платформасында Жанар Рзабекқызының сабағына үздіксіз қатысу арқылы тренердің жасаған әрекеттерін басшылыққа алып, оқушыларға қашықтықтан сабақ беруде қолданудамын. Тренердің сабағында біз тақырыпты меңгеру барысында топтық талқылау жұмыстары жүргізілді. Бірлескен әрекетке белсенді түрде қатысу үшін сессиялық залдарға бөлініп жұмыс жасадық. Топтық жұмыс жасауда кіші және үлкен топтарға бөлініп жұмыс жасауға мүмкіндік болды. Яғни біз бірлесіп талқылауға қатыстық. Талқылау барысында бір-бірімізбен ой-пікірімізбен, тәжірибемізбен бөлістік. Осы арада жақын арадағы даму аймағы орнады. Сессиялық жұмыстардың барлығында тренердің тарапынан бақылау жүргізіліп, уақытылы кері байланыстар беріліп отырды. Мінекей, біз курс барысында Zoom платформасының ерекше функциясымен жан-жақты танысып, осы іс-әрекеттерді қазіргі таңда қолданудамыз.